Құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылары, саламатсыздар ма? Өзімізді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Жамбыл облысы Шу ауданы Алға ауылдық округінің әкімі Есбергенов Бағдат Сабырұлы. Мынау Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес Шу ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімінің коммуналдық мекемесінің қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына қоршаған ортаға шығарған эмиссия нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған құжаттарды материалдар бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізуде. Қоғамға ақпарат Магнолия облыстық газетіне және Жамбыл телеарнасына берілген хабарландырулар арқылы жеткізілді. Сондай-ақ хабарландыру тақталарына және Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасының интернет ресурсына орналастырылды. Қоғамдық тыңдауға жергілікті атқарушы органдардың өкілдері мен мүдделі жұртшылық қатысуда. Қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдауды өткізу қағидаларының 22 тармағына сәйкес залда аудио және бейне жазба жүргізілуде. Енді қоғамдық тыңдауға қатысушылардың арасынан ашық дауыс беру арқылы қарапайым көпшілікпен дауыспен сайланады. Хат жебінде келесі кандидатура ұсынылады. Казэкопромстрой басшысы Амзекулов Алмас Момынханұлы. Қарсылықтарыңыз бар ма, жоқ па? Казэкопромстрой басшысының атынан біз жаңағы Казэкопромстрой Шу аудандық әкімдік тұрғын үй шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қатты қалдықтар полигоны бойынша біз жаңағы жоба жасап жатырмыз. Жобада осы қатты қалдықтардың рұқсатын алу биыл декабрьде желтоқсан айында келесі жылға біз рұқсатын алу бойынша жоба жасап жатырмыз. Қатты қалдықтар полигонына келетін болсақ, Алға ауылдық округінің Жайсан ауылының оңтүстік шығысына қарай 1000 метр жерде орналасқан біздің жаңағы полигонымыз. Қысқаша сипаттама беріп өтетін болсақ, жаңағы ұйымдастырылған жұмыстар бойынша қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісінде келесі жұмыс түрлері орындалады. Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару бойынша жұмыстар орындау және оны қабылдау кезінде сақтау және одан ары оқшаулау жұмыстары. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісі экологиялық құрылымдар кешенімен қамтамасыз етілген және қатты тұрмыстық қалдықтарды сақтауға көмуге арналған. Қатты тұрмыстық қалдықтардың ұйымдастырылған үйіндісі атмосфераның, топырақтың, жер асты, үсті суларының ластануын қорғауды қамтамасыз етеді және кеміргіш жәндіктер және ауру қоздырғыштардың таралуын болдырмайды. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісінде қатты тұрмыстық қалдықтарды нығыздау жүзеге асырылады. Бұл құрылымның бірлігіне қалдықтардың жүктемесін арттырады, жерді үнемді пайдалануды қамтамасыз етеді. Және де жоба бойынша ықтимал атмосфералық әсерлер рұқсат етілген шығарулар жобасы бойынша қатты қалдықтар полигонында барлығы 9 ауа ластауыш көздер бар, оның ішінде 1 ұйымдастырылған және 8 ұйымдастырылған көздер орналасқан. Ластаушы заттардың шығындары 13 ингредиенттен тұрады. Нормативті шартты шығындар жобасына сәйкес жалпы шығындардың жылына 4,3654 тоннаны құрайды. Оның ішінде қатты заттар 2,3253, газ тәріздес сұйық заттар 2,0380. Методикаға байланысты біз әр жылға жаңағы адам санының өсуіне, халық санының өсуіне байланысты методиканы есептеді. Оған 26 жылға 4,3654, 27 жылға 4,4221, 28 жылға 4,805, 29 жылға 4,5407, 30 жылға 4,6027, 31 жылға 4,6665, 32 жылға 4,7322, 33 жылға
4,79, 34 жылға 4,8697, 35 жылға 4,9400 тоннаны құрайды. Және де қалдықтардың басқару бағдарламасы бойынша тұрмыстық қатты қалдықтар 26 жылға 254,53, 27-ге 262,16, 28 жылға 270,03, 29 жылға 278,13, 30 жылға 286,47, 31 жылға 295,07, 32 жылға 303,92, 2030 жылға 313,04, 34 жылға 322,43, 35 жылға 332,10. Және де осы қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар бойынша жұмыстар жасалу керек жұмыстар бойынша қоршаған ортаны әсер ету мониторинг жүргізу, көшеттер отырғызу, оларға күтім жасау, аумақты абаттандыру және көгалдандыру, жабдықтармен жөндеу және көлік құралдарын жөндеу кезінде жанар-жағармайдың төгілуін алдын алу, экологиялық ағарту насихаттау, экологиялық басылымдарға жазылу, және де табиғатты қорғау, жарыстар, сенбіліктер өткізу және оларға қатысу, жабдықтар жөндеу, көлік құралдарын жөндеу кезінде жанар-жағармайдың төгілуін болдырмау. Осындай жұмыстар жобада қарастырылған. Сұрақтарыңыз болса? Рахмет, Алмас Момынханұлы. 10 жылға ба, 35 жылға? 10 жылға рұқсатымызды аламыз, соған жаңағы жоба әзірлеп алдыңыз. Сол бойынша. Енді бұл жаңағы полигондар арнайы. Бұл енді жаңағы негізі мемлекеттік стандартқа сай болу үшін оның барлығы қоршауы, утилизациясы, басқасы барлығы жұмыстар жүргізіліп, ол үлкен қаражатқа келіп тірелетіні белгілі. Бірақ алдағы уақытта осының бәрі қолға алынады деп ойлаймын. Рахмет сізге. Мына қоғамдық тыңдау қорытындысы бойынша 26 жылға қоршаған ортаға эмиссиялық экологиялық рұқсат алу бойынша жобалық сметалық құжаттамаға қатысты ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өтті деп есептейміз. Қоғамдық тыңдаулар нәтижелері бойынша хаттама жасалып, ол қоршаған ортаға табиғи ресурстардың жай-күйі жөніндегі ұлттық деректер базасы платформасында орналастырылатын болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, қоғамдық тыңдауға қатысқандарыңызға сау саламат болыңыздар.